Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті бүгінгі жиынға келген жастар, сіздер бақытты ұрпақсыздар. Себебі тәуелсіз отандарыңызда өмір сүріп жатсыздар. Біз тәуелдікті көрген ұрпақпыз. Оның қадір қасиетін жақсы білеміз. Еліміздің тәуелсіздігінің арқасында жаңа ұрпақ тәрбиеленді. Білімді ұрпақ тәрбиеленді. Отанын сүйетін ұрпақтар тәрбиеленді. Бүгінгі тұңғыш президент күні, Қазақстанның мерекесі күні, бұл тәуелсіздікпен сабақтас. Осыдан 23 жыл бұрын біздің еліміз өз тарихында тұңғыш рет жалпы халықтық сайлауда өз қолбасшысын сайлады. Сондағы маған көрсеткен 90%-тен артық сенімнің арқасында мен 15 күннен кейін тәуелсіздікті жарияладым. Халықтың сеніміне сүйендім. Халықтың сенімі күш қуат берді. Содан бері біз мінеки 23 жыл тәуелсіз мемлекетте өмір сүріп келеміз. Ешкім танымайтын қазақты бүкіл әлем таныды. Ешкім білмейтін Қазақстанды бүкіл жұртшылық мемлекеттер таныды. Біріккен ұлттар ұйымының алдында біздің жалауымыз желбіреп, көп мемлекеттермен қатар болдық. Онымен қоймай, елімізді өркендетіп, экономикамызды нығайтып, әлеуеттік жағдайын күшейтіп, халқымыздың мерекесін көтердік, мерейін көтердік. Халық түсінді, білді. Қиыншылық, кризистарға қарамастан тағы да нұрлы жол деген жаңа бағдарлама, 2050 жылға дейінгі стратегиялық бағдарлама. Осының барлығы сіздер жастар үшін біздің буын жалауды қолдарыңа ертең берген кезде осыны қадірлеп, алғарай алып барады. Қазақстанның тәуелсіздігін қасық-қанын қалғанша қорғайды деген сенімменен жасап отырмыз. Менің тілейтінім сендерге бақытты болашақ, зор денсаулық, ел аман болса, жұрт тыныш болса, бақыт сонда болады. Жалғыз адам бақытты бола алмайды. Төңірегінің барлығы бақытты болса, сонда адам да бақытты болады. Қадірлеңдер елдеріңді, халықтарыңды қадірлеңдер. Ішкі бірлікті сақтаңдар. Ішкі бірлікті қазақтың бірлігін, қазақстандықтардың бірлігін сақтаңдар. Аянбай оқу, білім алыңдар. Аянбай жұмыс істеңдер. Жұмыс істеген адам бүгін кедей бола алмайды. Сонда жақсы жанұя құрасыңдар, жақсы бала тәрбиелесіңдер, жағдайларың дұрыс болады. Алла сендерге бақыт сыйласын, ғұмыр сыйласын, бақытты болыңдар, ел бақытты болсын, сіздер бақытты болыңыздар. Біздің отанымыз біреу-ақ, ол Қазақстан. Отаны жоқ адам, тұғыры жоқ қаңбақ сияқты даладағы еш нәрсеге тоқтай алмайды. Біздің отанымыз бар. Қайда жүрсек те, қай қиырда болсақ та, отанымыз жалғыз, ол қазақ. Біздің ата-бабаларымыздың қаны осында төгілді. Аналарымыздың сүті, тері, барлық осы жерде кең даланы сақтап қалды бізге. Біз 550 жылдығын хандықтың атап өткен отырмыз ендігі жылы. Сондықтан отан деген ыстық, қаны бірдің, жаны бірдің, отаны бірдің, болашағы бір. Мен сендерге зор бақыт тілеймін.